Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді жоп-жұмсақ болып шығатын сүзбелі рогаликтер дайындаймыз. Ең алдымен творогымызды, яғни сүзбемізді алып, үстіне қаймағымызды саламыз, шекерімізді саламыз, және де қопсытқышымызды салып, шым-шым тұз салатын боламыз. Барлығын жақсылап шамалы араластырып алатын боламыз. Жақсылап шамалы араластырып алғаннан кейін үстінен сары майымызды, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір ыдысымызға ұнымыз бен қопсытқышымызды бөлек араластырып алатын боламыз. Оны мен де електен өткізіп, алдын ала дайындап қойғам. Бір дестен електің үстіне салып, қопсытқышпен араластырып өткізсеңіздер де болады. Онда мен әдетте қанша нақты кететін білместен осылай бірден салдым. Егер сіздер жаңадан істеп жатқан болсаңыздар, міндетті түрде ұнды аз-аздан қосып отырып салыңыздар. Себебі қамыр жұмсақ болуы керек, қатты болып қалмасын. Жұмсақ немесе қатты болуы сіздердің сүзбелеріңізге байланысты. Мен әдетте осындай сүзбеден жасайтын болғандықтан, нақты қанша ұн кететінін білетін болғандықтан бірден салдым. Егер сіздің сүзбеңіз сулы болатын болса, ұнды шамалы көптеу қосасыз. Ең бастысы жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығу керек. Енді қамырымызды пищевой пленкаге немесе пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Мен салмасына грек жаңғағын езіп, шекермен араластырып қостым. Сіз қалауыңызша кез келген затқа ауыстырсаңыз болады. Жарты сағаттан кейін осылай тоңазытқыштан қамырымызды алып, екіге бөліп, жайып алатын боламыз. Қалауыңызша үшке де бөлсеңіз болады. Мен осылай екі бөлшекке бөліп, үлкен кішірек формада жіңішкерек етіп жасадым. Маңызды емес, қалай сізге ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Салмасына міндетті түрде жаңғақ қосу шарт емес. Ішіне жай ғана шекерді осылай сеуіп шықсаңыз да өте керемет болып шығады. Немесе орнына вареная сгущенка болады, тосаптар болады, қалауыңызша өзгерте беруге болады. Жай ғана шекердің өзімен жасасаңыз да дәмі өте керемет жұмсақ болып шығады. Себебі сүзбе қосылғандықтан қамырыңыздың өзі ерекше дәмді болып шығатын болады. Осылай дайындап алдық. Енді рогаликтеріміздің үстінен жұмыртқамыздың сары өзін жағып, үстінен шекер сеуіп шықсаңыздар да болады. Маған осылай да ұнайды, сол себепті сеппедім. Негізі сеуіп жасасаңыздар да дәмді болады. Енді пешімізге, қызып тұрған пешімізге 20-25 минут шамасында салып пісіріп алатын боламыз. 20 минут шамасында әдемі болып пісіп шығатын болады. Бұл рогаликтерді ең бастысы маған қатты ұнайтыны, қандай салманы салмасаңда өте керемет болып шығады. Бұл рецепті мен бұрыннан жасап келемін. Қандай салмамен жасамасаңыз да өте керемет болып шығады. Тіпті жай ғана шекермен жасасаңыз да дәмі ерекше дәмді болып шығады. Менде бүгін сахарный пудра болмай қалды. Негізі сахарный пудра сепсеңіз де түрі өте әдемі, дастарханға қойғанға да өте керемет болып шығады. Байқасаңыздар, іші де осындай біркелкі жұмсақ болып шығады. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Және де видео ұнаса, рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.